Алаяқтар жаңа әдіске шықты деп жатыр. Шок болып жатырмын. Қалай жасалады дейді. Біздер айтатын едік қой, кодты айтпаңыздар, банағыдай банковский карточканы ешкімге бермеңіздер деп. Енді оказывается бүйтеді екен. Көшеде кетіп бара жатқан кезде сізге бір адам жақындайды да, бір жаныңызға бататын сондай бір аянышты жағдайды айтып, анам ауырып жатыр еді, хабарласып жіберейін деп едім, әкем ауырып жатыр еді, хабарласып жіберейін деп сіздің телефоныңызды алады. Сіз бересіз. Сізден 4-5 қадам алшақтайды да, телефонмен сөйлесіп жатқандай болады да, өздерінің адамдарына соғып, оказывается, кодты алып алады екен. То есть уже қазір айтып керек емес, өздері сіздің телефоныңыздан соғады да, алаяқтарға. Телефонымды ұстап тұрмын, кодты жібере ғой дейді да, кодты жібереді, айтып жібереді, сообщение удалить етіп тастайды. Сізге телефоныңызды беріп жібереді. Сондай әдіс шығып жатыр деп жатыр. Баны жазып жатыр оқырмандарым. Сіздер білдіңіздер ме? Естідіңіздер ме? Білмесеңіздер сақтанып жүріңіздер. Үйдегі бала шағаға, ата-анамызға, жақындарымызға ескертіп жүрек, көшеде бейтаныс адамның қолына телефонды бермеңіздер. Егер де телефон сұрап хабарласам деп жатса, громко говоритель қосып беріңіз, сіздің көзіңізше сөйлессін. Бірақ та телефонды қолына ұстатып жібермеңіздер. Осы видеоны таныстардың барлығына таратыңыздар. Сақ болып жүрсін. Сақтықта қорлық жоқ.